Қайырлы күн достар. Бүгінгі жасалатын тағамымыз шүберекей. Біз алдын ала қамырымызды илеп, картошкамызды қайнатып алдық. Қамырымыздың құрамы кәдімгі тұзды суға бір жайым қамыр илеп алдық. Және 3-4 картошка мен 1 штук сәбізді тұзды суға қайнатып алдық. Үстіне кішкене ғана бұрышымызды қостық. Енді құралымыздың көмегімен қазір бәрін жақсылап араластырып езіп алатын боламыз. Видеоны толық қарап отырыңыздар, барлығын көрсететін боламын. Неге картоп пен сәбіз қосылған, бұрыш қосылған начинкамыз дайын болды. Жақсылап езіп алдық. Қамырымызды жайып алдық. Енді осы қамырымызды біз мынадай кесенің көлемімен осылай дөңгелек қылып қиып алатын боламыз. Барлығын өстіп қиып аламыз. Неге барлығын осылай дөңгелектеп қиып алдық? Кесенің көмегімен, өзінің құралы да болады, құралы болмаса, осылай кесенің көмегімен немесе дөңгелек заттың көмектерімен кесіп алсаңыздар болады. Начинкасын осылай ішіне салып, әдемілеп осылай вилканың көмегімен жан-жағын өстіп әрлеп бекітетін боласыздар. Әп-әдемі қылып. Барлығын осылай жасап аламыз. Неге өстіп барлығын жақсылап түйіп аласыздар да қызып тұрған майға барып қуырамыз. Неге өстіп қызып тұрған майымызға бір-бірлеп жақсылап салып қуырып алатын боламыз. Неге достар, біздің кереметтей шүберекейіміз дайын болды. Өте әдемі, жүп-жұмсақ, шүберекейіміз дайын болды. Сіздерге ұнаса достар, лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Тамаққа қоюға өте әдемі. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.